сіздерге басқа астананы көрсетеміз. Уақыттың тоқтаған өлкесін құлыптастар нысана болған. Моланы аты салаңы кім еткен? Астанаға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. فالقول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جهنم في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مغمضون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Астана жаңа қала. Ол басты Ақмола еді, кейін Целиноград, ал енді қазіргі таңда бұл заманауи Қазақстанның бас қаласы. Әр қаланың өзінің тарихы бар. Адамдар бұл дүниеге келеді, өмір сүреді, күйеді, қиналады. Кейбір кезде жақсы да жаман да болады. Ал кейін адамдардың бәрі келмеске кете барады. Енді біз, қымбатты достар, бүгін осы еліміздің ордасында, қақ төрінде орналасқан көне моласындамыз, Қараөткелдеміз. Мынау тұрған жеріміз бұл Астана қаласының тура ортасында орналасқан көне зират, Қараөткел зираты деп аталатын жер. Бұл жерде қазақтың ұлы тұлғалары жатқандықтан бұны өкімет өз қорғауына алып, сыртын қоршап, осы арада шырақшы ұстайды. Осы зираттың шырақшысы мен Еренбек қажы, атым Еренбек қажы Нағымбекұлы. Осы жерде шырақшы болып жұмыс істеп жатырмын. Бұл зират 400 жылдық тарихы бар зират. Ең бірінші тасты 1609 жылы бұл жерге құлыптас қойылған екен. Содан 1962 жылда Совет үкіметі кезінде бұл зират жабылған. Содан бері ескерткіш ретінде өкіметтің қорғауына алынған. Бұл жерде енді ақырғы кезде осы 2000 жылдан бері қарай Гумилев университетінің тарих факультетінің ұстаздары менен студенттері жұмыс істеп, осы арадағы құлыптастардағы жазылған жазуларды араб алфавитінде, шағатай тілінде жазылған жазулардың бәрін кириллицаға аударып, қазақшаға аударып жұмыс істеді. Соның ішінде ең бірінші тапқан 2012 жылы сенсация бұл осы зиратта Кенесары хан бабамыздың 1838 жылы осы арада шайқаста Ақмола бекінісінде шахид болған 200 сарбазы, 50 сардары жатыр. Соның тасы табылды. Солардың сарбаздардың жатқан жері, зираты табылды. Және де көп деректер бойынша осы зиратта орта жүздің ханы Сәмеке хан осы зиратқа қойылған. Тәуке ханның ұлы. Ол бәр қағаздар мен документтермен тарихи және де сол кісінің Тәуке ханның, Сәмеке ханның ұрпақтары осы арада немере шөберелері де жатыр. Әлі де тірілері де бар, шөбере шөпшектері. Сол кісілердің айтуы бойынша кезінде Сәмеке ханның да осы жерде құлыптасы болған. Қазіргі кезде бұл зиратта 2500 құлыптас қалды. 1940 жыл мен 48 жыл мен 1958 жылға дейінгі аралықта осы бүкіл қала Целиноград болып тұрған кезінде құрылыс қатты жүрген. Сол құрылыс болып жатқан кезде маңайдағы мынау құрылыстың іргетасына осы мұсылман зиратынан құлыптастарды апарып фундаментіне, іргетасына салып жіберген екен. Содан 10500 тастан қазіргі қалған 2500-дей тас бар, құлыптастар. Әлі де жұмыстар жүріп жатыр. Сол Сәмеке ханның зираты осында, Кенесары хан бабамыздың сарбаздарының осында. Содан кейін мына жерде Ғали анамыздың зираты бар. Ғали анамыздың тасы тұр. Оны да осы биыл жазда деректі фильм түсіріп
келіп кетті осында қазақ елінен балуан шолақ туралы. Сол мына Ғалия анамыздың зираты. Бұл Ғалия анамыз балуан шолақ бабамыздың ғашығы, махаббаты, сол Ғалияға арнап жазған өлеңі бүкіл Қазақстанға әйгілі. Және де мына жақта 20 ғасырдың басында 1902-1914 жылға дейінгі болған, мына 17 жылғы революцияға дейінгі болған осы Ақмола қаласының купецтері, байлары, қазақтар, Қосшығұловтар осында жатыр, 7 ағайынды Қосшығұловтар. Бай Мұхаммед, Шаймұрат осында бәрі. Осы жерде жатыр екен. Ол кісілердің бәрінің осында Ақмола қаласында фабрикадар, заводтары болған, кондитерский. Сол кісілер жатыр міне жерде. Ал енді кезінде мына қызыл әскерлер бұл жерде аты салаң етіп атқан ба? Сол қоршалмай тұрған кезінде енді сол қызыл әскерлер осы арада ойындарын жасап, өздерінің недерін, жаттығуларын жасап, осы тастарды, құлып тастарды көздеп, немен винтовкамен, пулеметпен атқан дейді. Мына жерде іздері де жатыр, мына тастарда сол қорғасын оқтың тиген іздері бар тастарда. Енді ол сол кезде қызылдың коммунистік партияның идеологиясы, қызыл әскерлердің осы жерде, мына қаланың шеті болған ғой. Қазір қаланың ортасы болып қалды. Кезінде қаланың шеті болған. Осындай міне қасиетті жер, Қараөткел зираты, мұны Астана қаласының тура ортасында тұр. Бұның енді болашағы да жақсы болайын деп тұр. Осы жерде мына бұрышында мешіт, медресе саламыз деген ойдары бар. Мына қоғамдық қор, рух деген бар осы. Соның демеушілері, көмекшілер жазда осы жерде келіп конференция жасаған Нұр Отанмен. Сонда генеральный пландарын әкеп көрсетіп, осы келешекте, болашақта қандай болады деп. Және де осының ішіне осы биылғы көктемде деп отыр, көктемде 400 түп қарағай әкеп отырғызамыз деп жатыр, Өскеменнен. Осының ішіне, мына ішін абаттандырамыз дейді. Мынау тастардың бәрі жерге 1 метр, 1,5 метрдей кіріп кеткен. Солардың бәрін шығарып, астарына фундамент қойып, мына арам шөптің бәрін тегістеп, газон салып, сондай абаттандырып, үшін халықтар, Астана қаласының халқы келіп демалып, таза ауамен демалып кететін жері болады, саябақ болады деп жатыр енді. Біз ата-бабаларымызды білеміз, құрметтейміз. Ал бізді кейінгі ұрпақты олар білмейді. Олардың бізден алар жоқ, тек қасиетті Құран оқыған болмаса. Ал олар тұрған Ақмола қалашығы да бізге дейін болған. Бізге қазір өмір сүрушілерге ондай қаланы көру қиын. Ал ол қала батыр да батыл, жасампаз да өнерлі жандарды көрген. Бәлкім олар бізден де озық болған шығар. Мен Ержанмын, Мұқаштың баласымын. Мұқаштың әкесі Жақбек, Жақбектің әкесі Ібіжан. Осында жатқан менің арғы бабам Ібіжан Бапағұлы. Осы Ақмола уезінің 3 рет қатарынан болыс болып сайланған. Және де бірнеше жылдан бері біз осы бабамыздың жатқан жерін білген жоқпыз. Және де осы арғы атамның жатқан жерін тапқан оның қыз немересі, менің әкемнің туған қарындасы Аманкеш. Ұрпақ өсіп, олардың өздерінің сандары көбейген кезде олар бірнеше болыс елге айналған. Оған дәлел, мынау октябрь төңкерісіне дейінгі кезде 7 болыс ел болған. Әрқайсысы жеке-жеке болыс болған. Ал болыстық дегенді ол кезде Омск губерниясына қарайтын Ақмола уезіне келіп, губернатордан өздерінің болыстыққа сайланған қағаздарын алып кетіп отырған. Сол болыстықтың біреуіне сайланған біздің бабамыз. Біздің бабамыз Қазанғап деген атақты шешен, сол өңірде шешен бабаларымыз болған, содан тараған 5 ұл болған. Апақ, Сапақ, Бапақ, Жұманбай, Смайыл деген. Мынау жүрген Ілия ағамыз сол Апақ деген аталарымыздың ұрпағынан тарайды. Ілия Жақанов. Иә, Ілия Жақанов. Ал біз Бапақ деген аталарымыздың ұрпағынан тараймыз.
Шоқан Уәлихановтың 5 томдық кітабының ішінің 4-ші томында 125-ші бетінде сол жердегі елді басқарудың негізгі жаңағы мәселелерін қараған құжатқа қол қойған Қазанғапов Бапақ деген жолды таптым. Сол жолды тапқаннан болу керек. Илья Жақанов өзінің Ықылас деген кітабында біздің атамызды Бапақты Шоқан Уәлихановпен кездестіреді Ықылас деген кітабының ішінде. Сөйтсең, ол негізінде шындыққа жанасымды нәрсе екен. Себебі сол заманда өмір сүрген Бапақ би аталған. Ал Бапақ бидің 4 баласы болған. 4-еуі де 4 бай ауылға орналасқан. Бір-біріне қонаққа шақырмаса бармайтын байлар болған. Махамбет, Нұрман, Мағажан, Өвжан. Сол Махамбет бабамыз 1901 жылы Махамбет те Нұрман да би болып, болыстыққа кандидат болып сайланып жүрген. Бірақ Мағажан атамыз ондай билікке араласпай өзі жолыменен сауда жасауға кірісіп кеткенде, үлкен сол маңдағы көпец болған. 17 ауылда дүкен ұстапты. Осы Ақмолада үлкен өзінің жаңағы келіп жатып кетіп тұратын үйі болған екен, және 2 үлкен дүкен ашып қойған екен. Ақмоланың қасындағы Қоянды деген жерге келіп, жәрмеңкеге келіп, ауылдан неше түрлі жүн, жұрқа, тері, терсек, мал бәрін айдап келіп, соның барлығын үйге қажетті нәрселерін бәрімен айырбастап, 20 шақты үлкен арбаға тиеп алып қайтатын, оны апарып өзінің сақтап қоятын үлкен қоймасы болған екен. Ал түйе қорасының өзі 60-70 метрге дейін тас, жаңағы қызыл тастан салынған қорасының орны бар. Қыстауының орны бар әлі күнге дейін. Өвжан атамыздың да қыстауының орны бар. Қызыл тастан салынған. Және үйлерін астында үстінде қарағаймен, тақтайменен жаңағы тақтайлаған екен. Сол Мағажан атамыз көп жерлерге жалғыз Қоянды емес, соны Самарқанға дейін барған, Хиуаға дейін барған деп айтады. Енді мен тарихи оның дәлелін болмағаннан кейін, бірақ та ауылдағы үлкендердің айтуы бойынша Мағажан атаның дүкенінен зат алмаған адам болмаған. Сол өңірде Жаңарқа көлемінде атақты бай көпес болған. Содан кейін көз ашық болып қаламен араласқаннан кейін ауылдағы балаларының қамын ойлап, орыс мұғалім әкеліп бір киіз үйді тігіп, сол орыс мұғалімнен өзінің немерелерін оқыта бастаған екен. Сөйтіп жүргенде 1891 жылы Романов патша екінші Николай Омбы губерниясына келетін болады. Кездесуге болыстар. Соның кездесуіне мінекей. Соның кездесуіне Өвжан Бапақұлы барғанына суретте отырған, оң жақта екінші отырған Ақтық атамыз дейі. Сонда ол кісі 26 жасты екен. Бұл кезде ол кісі тек қана би болып жүрген. Ал 1903 жылы болыстықтар көбейген кезде ең бірінші Мұңлы деген елге болыс болған. 3 жылдыққа сайланады. 3-ші жылдың аяғынан 6-шы жылдың аяғына дейін болыстығын атқарғаннан кейін 1907 жылы Қосағалы еліне, 1910 жылы тағы да Қосағалы еліне 3 рет болыстық қызметін атқарады. Содан енді мен балаларды жаңағыдай орысша оқытып атқаннан кейін Нұрман деген ағасының Баттал деген баласын қасына ертіп жүріп, қала өмірін көрсін. Біз болса жасымыз келе жатыр қартайып, бұл жастар осыны үйренсін деп өзімен бірге 19 жасар баласын, өз баласын алмай 19-да ағасының баласын ертіп жүрген Баттал деген. Сол ағасының баласымен екеуі және жаңағы күймесінің жүргізушісі үшеуі 1914 жылы 8-ші қазанда осы Ақмола уезіне тағы да 4-ші рет сайлауға келеді. 4-ші сайлаудан өтеді, бірақ та
сайлауда қайта бұл неге Бапағұл Өвжан болыс бола береді деп ол кісінің күймесіне у жаққан жаулары. Содан жаңағы 19-дағы ағасының баласы Баттал және өзі атайдаушысы үшеуі де осы жерде мерт болған. Осы әңгімені естіп, әкемнен ертеректе естігеннен кейін, есімде жүрген нәрсені мен пенсияға шыққаннан кейін, зейнеткер болғаннан кейін осыны іздеп табуға тырыстым. Өйткені менің үлкен ағаларымның өзі үлкен қызмет атқарған, мен партия қызметкері болғаннан кейін Қызыл империяның қаһарынан қорқып, олардың ата-бабаларын іздеуге шамасы келмеді. Сөйтіп жүргенде өздері дөңізден өтіп кетті. Ал енді мен зейнеткер болғаннан кейін 2011 жылдан бастап мен осы Қараөткел зиратында Ақмолада жатқан, қазіргі өзіміздің Астанада жатқан мұсылман зираты Қараөткел зиратына келіп, бірнеше жаңағы көріпкел адамдарды ертіп келіп, соңында 11 жылдың май айында мен сол кісінің жатқан жерін таптым. Ол кісілердің көрсеткен жаңағы несі бойынша көріпкелдердің сол бір қатарын көрсетті, бірақ тура мына тас деп көрсеткен жоқ. Ал енді сол нені іздеуде мен көптеген шығыстанушылар жаңағы тастардың бәрін суретке түсіріп алып, арабшасын оқытам деп әрекет жасаған, мен олардың ешқайсысы да арабшаны оқып бере алмады. Өйткені қойылған тастардың барлығы ескіріп кеткен, жаңбырмен, күнмен шайылып кеткен, оқуға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан оны қара бояумен бояса ғана оқуға мүмкіншілік туатынын білгесін, сол қара бояуды әкеп, ең шетінде тұрған бір жарты тасты мен бояй бастадым. Шын мәнінде сол тас болып шықты. Бірақ білмедіңіз ғой атыңызды? Мен білген жоқпын. Және ол тас бұрын суретке де түсірілмеген тұғын. Бірақ ряд үлкен тастары тұр, мынандай қатар. Иә, бәрінде арабша жазылған. Енді сөйтсем, ол тастың жартыкеш болып қалған себебі, негізі адам өзі маған табуға көмектесті деп ойлаймын. Себебі мен 3-ші рет барғанда табам деп айтқан екен. Сол 3-ші рет кіріп келе жатсам, сол орта тұста бір ақша бұлт тұр. Күн шайдай ашық, бір ақша бұлт салбырап тұр. Сол жаңағы мен адам жатқан жаңағы мүрденің жоғары жартысында. Мен бүгін атам табады екем деп өзіме сондай не беріп келе жатырым. Содан кейін үлкен тастарды бояған жоқ. Именно сол суретке де түсірілмеген жартыкеш тасты бояй бастадым. Сонда жаңағы өзіммен ертіп келген бір Динара деген Востокебет қыз ана тастарды қарап апай оқуға мүмкін емес екен деп, мына мен бояп жатқан тасты оқи бастады. Сонда бірінші жолда жарты тас, үстінің жартысы жоқ. Жарты тастың басында Октябрьский дейді. Сосын екінші жолда айтты, Кусагалинский, почему написано на русском деп ол қыз менен сұрайды. Ойбай айналайын, мен қайдан білейін дедім. Үшінші жолды оқығанда айтты, Бапағұл Өвжан дегенде жүрегім жарылып кете жаздады. Қолым дірілдеп, жазу жазамай. Ар жағын оқымағаны маған онша қажетті болған жоқ. Сонан кейін мен ол тасты бірден суретке түсіріп алдым. Мінекей, мынау тас, мынау қасына қойылған ескерткіш, міне. Мынау тас 6 жол жазуы бар. Сонда 6 жол жазуды былай деп жазған. Октябрьдің 8-інде Қосағалы елінің болысы Бапағұл Өвжан 49 жасында бұл фәниден бақиға рихлат етті деп 2 жолға арабша дұға жазған екен. Мен содан мынандай ескерткішке тапсырыс беріп, Сейфуллин көшесінде ескерткіш жасайтындарға мынандай белгі қойдым. Алматыда? Жоқ, осы Астанада Сейфуллин көшесінде. Мына тасты тапқаннан кейін мен мына тасқа тапсырыс беріп, октябрьдің 8 күні өлген екен. Сол октябрьдің 8-інде келіп, 11 жылы мен Құдай беремін деп кеттім. Сөйтсем, мынау басындағы тастың жартысы сынық жерге сіңіп кеткен, алтына найшық қойылғаннан кейін Совет үкіметінің әскерлерін алтында алу үшін памятник атқан екен. Сонда жарты тасы сынып қалған.
Әскерлер атқан ғой соны. Иә, совет үкіметінің алтыннан ай шығып қойған ғой полумесяц. Иә, түсіндім. Соны аламыз деп. Енді соның қасында маған айтады, жаңа бір көріпкел жиеніміз, қасында біреу жатыр, мені ұмытып кеттіңдер деп жатыр дейді. Бұл кім екен десем, ол да мына жарты тас, оның жарты сынығы жазу белгісіз болып қалған, бірақ қасына қойып қойдым. Мынау таста Нұрман деген ағасының баласы, Баттал Нұрманұлы, 19 жаста ағасының баласы екен, қасынан ертіп жүрген. Маған келгендер Қосағалы елінің қазағы, Бапағұлы Үбжанның інісі деп жазылған мынау тасқа, қарапша жазғанда. Мынау қасымда отырған маған оқып берген 40-шы разъездің имамы. Осы жерде ешкім оқи алмағанда осы Жүніс деген бала маған оқып берді осының барлығын. Содан кейін жиналып сол октябрьдің 8-інде 2011 жылы келіп тасты қойып, барлығымыз қасына келіп зиярат етіп, мал сойып, Құран оқыдық. 2014 жылы 8 октябрь күні өлгеніне 100 жыл болғанына байланысты, 100 жылдығына байланысты Сұңқар деген ресторанда тағда мен Құдай тамақ бердім. Ал енді мына суіреттің ішінде отырған, екінші отырғаннан кейін бұл суіретті мен бірнеше... Ақ едағы. Иә, мынау отырған. Иә. Мынау Шоң Телғозин деген атақты кісінің біреу, ол да біздің Жаңарқа Күлемен атақты кісі. Мына кісінің суіретін үлкейтіп, мынандай қылып. Апамызбен. Иә. Ажар деген әжеміздің қартайған шағындағы суреті. Мына кісі 26 жастағы суреті ғой енді. Жас кезіндегі суреті. Сол екеуін үлкейтіп, үлкен қылып мен өзім ұрпаққа, бала шағаға 14 жылы 100 жыл болған кезде қара шаңырағында отырған әкемнің інісі Бақбергеннің немересі Ерік деген баланың үйіне апарып, осыны сендер сақтаңдар, қара шаңырақта отырсыңдар деп соларға ескерткіш қылып берді. Таразда. Иә. Тараз қаласында тұрады. Ал енді одан бұрын біз негізі таманың ішінде жөгі ұрпағынан, жөгі бөлігінен тараймыз. Тамамыз дейміз, жөгіміз дейміз, жөгінің ішінде біз Оразымбетұлы Кедейміз дейміз. Мінекей Кедей атамыздың мынау Қаражал қаласынан 7 шақырым жерде жатқан, Кедей төбе зиратында жатқан Кедей атамыздың мүрдесі құлап қалғаннан кейін 2012 жылы ол кісінің басына да қызыл граниттен үлкен ескерткіш апарып қойып, Құран оқытып. Арқада бұл, арқада иә? Арқада, Қаражал қаласының түбінде. Енді бұл Мағажан мен Үбжан аталарымыздың жатқан жерлерін, үйлерінің орындарын сол маңға барып жүріп мен іздеп таптым, оның барлығының суреті бар. Мынау геологиялық карта, солардың жүрген жерінің, ауылының, могиласы қай жерде, қыстауы қай жерде, соның барлығы осы суреттің ішінде берілген екен. Аузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Рахманиррахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әрбіріміз өлім хақында түсінік алар жасқа да жетеміз. Бұлай болмас, табиғат құпиясын білу мүмкін емес. Өйткені құпияның аты сол үшін ешкім білмес. Ал дәлірек айтсақ, біз өлім қорқынышы туралы білгіміз келеді, және соның арқасында сол қорқыныштан айрылғымыз келеді. Немесе солай боларына сенгіміз келеді. Рухани жаңғыруды қазір бүкіл ел болып, республика болып қолға алып жатыр. Сол рухани жаңғырудың ең басты бір мәселесі өткенді біліп, тарихқа көз жүгіртіп, өзінің қайдан шыққанын тегін білу дегеннен басталуы керек. Сол текті білу біздің негізгі қазір жас ұрпаққа беріп кететініміз сол тектерін білгізіп кету. Ал текті білу деген ол адамның болашағына, өміріне, өзінің өмірге деген құлшынысына үлкен әсер етеді.
текті адамдардың тұқымдары болғандықтан олардың жаман болуға, жаман іс істеуге өмірінде қолы да бармайды, оған өзінің жүрегі де оған рұқсат ете қоймайды. Жақсы ат аунаған жерде түк қалады дейді. Сол сияқты жақсының тұқымынан жақсы адамдар әйтеуір айналып келіп бір уақытта шығуы мүмкін. Сондықтан мына кітап жазып жатқанда негізгі мақсатым сол ата тектеріне қарап, оның тегінде осындай жақсы адамдар болу екен, біз қалай осылайша боламыз дегенді ойлансын. Қандай жерде жүрді, қандай жағдайда жүрді, олар қандай жетістікке жетті. Соны Қызыл империяның кезінде Шоқан Уәлихановтың кітабына еніп қалған адамдардың тұқымдары болып, Совет үкіметінің тұқымында атақты жаңағы партия хатшысы болып 20-30 жыл істеу деген сол Өвжан атаның немересі Ағаш Өвжан Жақыпбекұлының қолынан келді. Ал екінші ұлы, мысалы сол Жақыпбек деген Өвжанның баласының, бүкіл осы бізге біткен үрімпітақтардың балаларын оқытып, сонау Ілия Жақановтан бастап, бүкіл бізге біткен туған туысқандар, қайын жұрт, нағашы жұрт дегендердің барлығының балаларына тегіннен тегін ешқандай олардан бір нәрсе алмастан оқытып берген қадір қасиеттерін кейінгі ұрпақ білуі керек қой. Егер де ауа райы, күн және де біздің ішіміздің көңіл күйіміз жақсы болса, бәрі үйлесіп тұрса, онда біз шыны керек осындай келіп біздің бабаларымызға Құран оқып бағыштағаны дұрыс болады деп ойлаймын. Және де достар, рухани жаңғыру дейді ғой біздегі қазір елбасымыздың бағдарламасы. Рухани жаңғыру деген дәл осы жерден басталады. Біз сонда біздің ата бабаларымызға келіп оқыған кезде мүмкін бізде сонда өлім ол тас, қабырға емес, ол есік деп дегенде мүмкін дауыс естиді. Бізге лайк қоюды ұмытпаңыздар, біздің телеарнаға жазылыңыздар. Жорға ТВ-де кездескенше аман сау болыңыздар.